Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Міне мал поляда көк шөп жеп жайылып жүр. Мына жақта елдің огородтары. Мына шеңгел. Шеңгелдің арасында мына оттан қазір шықты. Осының ішінен нәрең айдап шықтым қазір. Үстінің бәріне тікен кіріп, бір сағат алыстым ау осы жерде. Мұндай орылмаған жерлер бар, осылардың арасы кіріп кетеді. Сонымен жүресің сағаттап ішінде. Міне. Жалпы мынау орылған шөп бәрібір от. Бір қарыстай бар ғой жобасы. Осының ішіне өзі керектерін алып, теріп, жеп жүр. Сіздер жақта ақы болғандай, бізде әзірге осындай енді. Маңғыстауға қарағанда бізде кішкене полямыз бар, енді Аллаға шүкір. Оған шүкір деп айтамыз. Малды әйтеуір осы поляға жайып бір ай дұрыстап көтеріп аламыз да, сосын қайтадан қырға кетеміз. Мына көкшепке келіп туған қойлардың өздері де жақсылап ет алып, дұрысталып қалды алдына қарағанда. Міне біздегі жаңалық осы. Қазір кеш сағат 8:30-ға дейін жаямыз. Үйге барамыз дегенше 9:30 болады, 9:30, 10-ға таяу болады. Қырда қарағанда мал осылай көп жерге жүгіре бермейді. Işte бір жерде айналып, жайылып жүреді. Қазір арғы басынан шығып, мына жаққа қарай айдап жүрем. Ар жағына барады, бері қарай келеді. Işte осы жерде көк шөпті рахаттанып жеп алады. Міне, сіздерде қалай шөп қалмай болып отыр бағалары. Малдарыңыз қалай, жақсы болып отыр ма, көтеріліп отыр ма? Үйге 500-дей пресс түсірдім, енді тағы да бір бос шөптерден түсіріп алу керек, құдай қаласа. Осындай біздегі жаңалық. Сіздерде не болып жатыр шаруашылықтарыңыз? Комментарийға жазып отырыңыздар ағайын. Ал әр қазақбай болсын, шаруашылықтарыңыз дамысын. Тек қана алға қазақ елі. Шаршамаңыздар. Шаршайтын уақыт емес қазір, тек қана жұмыс істейік.